Kanalımızı açkan için жеке сөйлесем misin? Жоқ, бұл біздің досымыз. Алдама. Алдаватқан жоқпын. Қалай сонда ол да біздің досымыз? Біздің де досымыз ол. Ұрлыққа жинаған достарың ғой, ә? Жоқ. Қалай ұрлыққа? Ұрлыққа жинаған достарың. Аузына қарап сөйле. Біз ұры емеспіз. Короче, Жігіттер саған. тоқтатыңдар. Білмеймін. Казана бибігүлдер тағы бір керемет дүниені ойлап табады да бізден озып кетеді. Білесіңдер ма? Олар қаяқтан видео алады. Қайдан алады? Олар ютубтан алады. Яғни интернеттен. Олар керемет дүниені алады да ағайға айтады. Негізі оны мен де байқағанмын. Өткенде телефоннан қарап жатқанын көрген. Бәсе, олар идеяны қалады десем, телефоннан қарайды екен ғой. Біз іздеп көрейік та, көрсе салайық. Так, мынаны былай жылжытшы, төбеден қарай. Мынаны астына қарап көрші. Мынаны өші берме. Привет. Привет. Сендерге бірдеңе айтайын деп едім. Керек емес ешнәрсе. Жарайды. Керек болмаса негізі бибігүлдер сияқты. Не дедің? Тоқта. Бибігүлдер неге сендер жағдайын? Солай. Бізді ма? Иә. Қалай? Не деді олар? Оңбағанның жаны жоқ. Сырзды нормально деп жүрсек. Осылай информациялар болса жеткізіп тұрарсың. Иә. Сенен күтеміз. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Танысылыңдар, бұл сендерге жаңадан келген оқушы, өзіңді таныстыра қой топқа, аты жөнің, жасыңды. Менің атым Жанай, менің жасым 11-де. Жанай, қош келдің. Екінші қатарға барып тұра ғой. Қымбатты оқушылар, бүгін сіздерге ерекше тапсырма, яғни топ болып, сіздер бүгін маған ерекше топты өнерлер көрсетесіздер. Яғни алдыңғы қатардағы 5 серуіңіз бірге, екінші кабинетте, ал артқы қатардағылар сіздер осында қалып, тапсырмаға дайындаласыздар. Тапсырмаға 20 минут уақыт, 20 минуттан кейін сіздерді тексеріп алатын боламын. Ендеше іске сәт. Барыңыздар. Ал сіздер осында отырыңыздар. Дайындаласыздар. Есімің кім? Жанай. Бибігүл. Менде мынандай идея бар. Ертең құрастырайық. Мысалы, Золушканы. Сен Золушка бол, сен анасы, сен әпкесі, сен де әпкесі бол, ал сен Жансая. Мен қазір. Ал ол кісі
Кавагайна тосретке гана. Айта алмаймын енді. Не болды енді айтсашы? Енді айтқанда енді айта алмаймын деп оған. Ол кісіні жақсы көріп жүрген сіз емес басқа қыз екен. Айтып жүргені.